Мен блогерликти жаңыдан баштаган учурда өзүмө бир максат койгом, эненен менен буйруса жолугам деп. Эненен сен менен жолукмак турсун, даже сага жазбайт деген сөздөрдү айтышты. Энененди таанып жүргөнүмө 1 жыл 2 ай болуп атат. Ал максатым буйруса орундалайын деп турат. Нет ничего невозможного, армандар орундалат, кыялдар орундалат дегендей. Армандар орундалат, нет ничего невозможного. Көп күттүм. Барлық қырғызстандықтар жаттап алыңдар түрін. 2021-де хит болады бұйырса. Армандар орындалат, нет ничего невозможного. Билек алып келгем, подарка. О, подарка. Подарка. Кыргызстан үчүн эң кымбат подарка деп билем. Қырғыз бір туған красавчик тек алған миллион болды. Бұйырса, давай актив көрсет, давай комментарий, лайк, поддержка, история. Бұйырса, эненен Кыргызстанга барат. Кыргызстанға барам, потолок қыламыз. Мен уят болбайт. Доказа. Барсбек деген нет ничего невозможно. Бұрыннан көнеді екен мені. Жол қысы екен. Мен уәде бергем, бірақ уж біраз уақыт өтті. Десем, бірақ мен уәдемде тұрам. Барсбек кел. Красавчик, бля. Барсбек арман жолғы қанша подписчик бар? 320. Уже 320 мың. Басында қанша еді? Аз еді. Да. Қырғызстанда вайнер. Қырғызстанға салам алейкум деп қой. Ассалам алейкум Кыргызстанга. Арманы мен жолда бірге айқайлаймыз, давай. Armandar orundaladı. Подарка бар Кыргызстандын атынан. Белгиле менин атыман эмес, бүтүн Кыргызстандын атынан кымбат белек. Мен үчүн улуттук баш кийим, Кыргызстанға баш кийим, да? Бізде тақия, не деп атайды? Қалпак. Қалпак. О, мына Қырғызстанға. Арнада бар қырғыздарға жалынды сәлем. Барлығына Өзбекстан, Қарақалпақстан, барлығына Тәжікстан, барлығына жалынды сәлем. Қазір армандар орындалады. Нет ничего невозможно. Armandar orundaladı.